баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін өте ерекше әрі өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Бізге керекті қайнаған 3 жұмыртқа, 1 сәбіз, 1 картоп, 1 қызылша. Барлығын қайнатып, өткіштен өткізіп аламыз. Қызыл балығымызды видеодағыдай турап аламыз. Енді барлығын бөлек ыдысымызға саламыз. Үстіне 2 ас қасық майонез қосамыз. Оны жақсылап араластырып аламыз. 1 шымшым тұз саламыз. Қарай видеодағыдай форма жасап, ішіне қызыл балық саламыз. Оны қайнаған жұмыртқамызға аунатып аламыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Екінші бөлігі ас